біз қазір көптеген шортстарды да балалар көреді, мысалы YouTube шортсты көреді, иә, ешқандай мән мағынасы жоқ, иә, тез бір 15 секундтық кадрларды мысалы көреді, иә, соның барлығы ақыр аяғында балаларда гормоналдық өзгеріс болған кезде 14-15 жасқа келген кезде ол балалардың барлығында депрессия болады деп айтылған сол кітапта. Мен онымен толыққанды келісемін. Өйткені бала сондай легкий дофаминге үйреніп қалады. Ол балаға енді бір еңбекпен, мысалы бір кітапты оқып, бұл еңбектен ғой кәдімгідей, иә, еңбекпен алатын дофамин оған керек емес. Не үшін қазір балалар сабақта ұзақ уақыт отыра алмайды, да? 20 минуттан артық отыра алмайды. Қазір мұғалімдер балалардың мынау зейінін ұстау үшін неше түрлі анимацияны да қосады, анимациялық мультфильмдерді де қосады. Соның барлығын сабаққа алып келеді. Неге? Өйткені зейінін ұстай алмайды ана баланың. Бұл қорқынышты екен. Қорқынышты, иә. Менің көз алдыма мынандай елестеді. Еш нәрсеге құлықсыз, иә, біреудің жаңағыдай қамын жемейтін, бір өзімен өзі жүретін сүлесоқ адам болады ғой. Сондай ұрпақ өсіп келе жатқан сияқты ма? Біз қазір айтамыз ғой, зумерлер деп айтамыз ғой, зумерлер деп айтамыз. Көздері айна сияқты шытынап тұрған. Иә, қазір мен өзім де мысалы жұмыс берушімін, иә. Кейде маған зумерлердің өздерін жұмысқа алу өте қиын негізі, иә. Мен ойлаймын, кез келген жұмыс беруші солай айтады. Неге, иә? Өйткені көп жағдайда олар мен 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасағым келмейді. Мен оны істегім келмейді. Мен бүгін шықпаймын, менің бүгін көңіл күйім жоқ деген сияқты да. Оның барлығын адам әдейі жасап тұрған жоқ. Бұл адамдар кішкентай кезінен жаңа сондай бір жеп-жеңіл дофаминге үйреніп қалған.